Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жұлдыз. Бүгін мен сіздерге мынандай фотодағы түсті өзгерту жолын үйрететін боламын. Бұған кез келген фото болсын, өзіңізге ұнамайтын түсті болсын өзгерте аласыздар. Ол үшін видеоны соңына дейін көреміз. Енді PicsArt бағдарламасына кіреміз, төменгі плюсик батырмасын басамыз, өзіміздің таңдап алған фотомызға барамыз. Осы фотоның төменгі жағында эффекты деген бар, соны басамыз, цветке барамыз, замена дегенді басамыз мына жерден. Осы заменада пипетка шығады. Осы пипетканы алып, таңдап аламыз өзгертетін затты. Сосын өзіміз кез келген түске өзгертеміз. Мінекей, осылай. Өзіңізге ұнаған любой цветті таңдасаңыз болады. Бұл жерде цветтің неше түрі бар. Өзіңізге қалаған цветті алсаңыз болады. Осы жерде мен жасыл цветті аламын. Жасыл цвет ұнап тұрмаған. Кәдеңізге жарасын, сохранить етіп аламын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Және де сақталған фотоны көреміз. Мінекей галереяда дәл осылай сақталатын болады. Қателеріңізге жарасын.